Халықаралық әйелдер күніне арналған шаралар шеңберінде Екібастұз қаласының әкімі Ардақ Қаңтарбаев әйелдердің бір тобын Атамұра мәдениет орталығына жинап құрмет көрсетті. Құрметті қонақтардың ішінде қаламыздың дамуына елеулі үлестерін қосқан ардагерлеріміз, қаланың құрметті азаматтары, еңбек әулеттерінің отаналары, өнерде, спортта, ғылымда танымал болған екібастұздық жастардың аналары болды. Бұл күні біз қашанда болсын сіздерге деген өзіміздің әзір жандарға сіздерге ізгі сезімізді білдіріп өтеміз. 8-ші наурыз күні сіздер әйелдердің аналық махаббат, сіздердің қамқоршы болуға және сіздердің мейірімділігіңізге, осындай керемет ойларыңызға, сіңген қасиеттеріңізге біз өзіміз басымыз дейіп сіздерді құрметтейміз. Баршаңызға мерекеңіз құтты болсын, қашанда болсын, денсаулықтарыңыз зор болып, еңбектеріңіз жана берсін, қуаныштарымыз көбейе берсін. Осылайша тамаша тілегін білдірген шаһар басшысы арнайы шақырылған әйелдер қауымына гүл шоқтарын табыстады. Өздерінің ықыластарын құрметті қонақтар да білдірді. Ардагер саз Жеңіс Шанаққызы мерекемен құттықтаумен қатар өнегелі сөздерімен де бөлісті. Өз елін төсегімнің құлы емес, құты деп ардақтайтын әйел жақсы дейді. Еңбек ету бақыт, адамның жауы жалқаулық деп балаларын адал еңбекке баулып отырған әйел жақсы дейді. Тұс дәмге түсікті көрме, туысқанға мейірімді бол, халықтың қарғысын алма, өркөкірек болма, құлағанды тұрғыз, жүдегенге жәрдем бер, пейіл құлқы бұзылған адамға жолама, қарапайым бол, халқыңа адал қызмет ет деп ұрпағына дұрыс жол көрсетіп отырған әйел жақсы дейді. Сонда менің үйдегі киіз кітабымда әйел дүзі болса, әлем дүзі болады деген сөз бар. Әйел дүзі болса, отбасы, ошақтасы да дүзі болады, әулет те дүзі болады, көрші қоғам да дүзі болады, жалпы ауылда дұрыс болады. Әйелдер бірігіп, әдемі жүрсе. Көп балалы аналар, еңбек әулеттерінің от аналары да бұл мерекелік шараға қатысты. Қараша Жаминова еліміздің еңбек ері Иршат Әміреновтің жұбайы. Бұл әулеттің отағасы мен балаларының шығыс кенішіндегі жалпы еңбек өтілдері 200 жылды құрайды. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев еңбек адамның еңбегі лайықты жоғары дәрежеде бағалану керек деген болатын. Міне бүгінгі кездесу сый құрмет әулетіміздің еңбегінің жоғары бағаланған деп түсінемін. Аналарды құрметтеген баршаңызға басым деп рахметімді айтамын. Сөз соңында әр күніміз берекелі, мерекелі болып, әр шаңырақтың шаттығы шайқалмай, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын деп ойлаймын. Түрлі жарыстарда қазақ туын жоғары көтеріп жүрген, қазақ өнерін түрлі елге таныстырып жүрген, аналарының ізін басып ұрпақ тәрбиелеп жүрген, ғылым қуғандарын жастарымыздың аналары осы күні Атамұраға жиналып, мерекелік дастарханнан дәм татты. Сонымен қатар өңіріміздің басшысы өз істерін дөңгелетіп, кәсіпкерлікпен айналысып жүрген іскер әйелдерді Савой мейрамханасына жинады. Онда да өзінің жүрек жарды тілегін білдірді. Қашанда болсын біз әйелдің орнын, әйелдің рөлін өмірдегі, әйелдің ерекшелігін құрметтейміз, қастерлейміз. Ғасырдан ғасырға еркін өмір сүрген қазақтың әйелдері біздің тарихымызда өзінің ерекше орнын алған. Ешқашанда біз әйелдерді шектеген жоқпыз. Жолы жіңішке қыздың деп әйел заттың, әйел адамның өмірі басталады. Содан анау ақжаулықты асыл әжеге жеткенше қашанда болсын әйел адамның орны ерекше. Мерекелік шаралар барысында Атамұра мәдениет орталығының өнерпаздары өз әндерін орындап, қонақтарға тамаша көңіл күй сыйлады.